Сәлем қадірлі көрермен, мен екінші сабағыма қош келдің. Бүгінгі видеода мен оқушыларға жазылым мен айтылым барысында жалпы н мен ңді қалай шатастырып алмауға болатындығы туралы айтатын боламын. Ендеше назар аударайық. Бірінші тәсілі жалғаулар арқылы болады, яғни ілік септік арқылы. Сұрақтары кімнің ненің, осы сұрақтарға жауап бергендегі сөздердің ішінде көбінесе ң кездеседі. Мысалға, жазатын боламын қазір. Мысалы, сөмкенің ң деген, партаның ң, дүниенің ң, арманның және тағы да басқа. Осыған қоса, егер де сөз тәуелдік жалғаудың екінші жағында тұратын болса, онда көп жағдайда сол сөзде ң дыбысы кездеседі. Мысалға, жазып алайын. Мысалға, сенің көлігің, көйлегің, дәптерің және тағы да басқа. Екінші тәсіл, сөздің ішіндегі дыбыс қай жерде орналасқанын қарау. ң дыбысы бізде көбінесе сөздің соңында немесе ортасында кездеседі. Міне, таң, заң, жаңбыр, көңіл. Ал н әрпі барлық жерде кездесуі мүмкін. Мысалы, нан, сана, мен және тағы да басқа. Үшінші тәсіл, ұқсас сөзбен тексеріп көру. Біріншіден, сөздің өзгеруін қарайық. ңда жаңа сөзінен жаңалық сөзі, таңнан таңғы сөзі туындап тұр. Бұл екі сөзде де ң әріпі дұрыс сақталған, яғни сөздің дұрыс жазылғандығын білдіреді. Осылайша, н-да да мен мені, сен сені, н дұрыс жазылып тұр. Сөз дұрыс пайда болып тұр. Ендеше, мен н мен ң әріпі бойынша ең көп шатастырылатын 20 сөз беретін боламын, ал сіз оларды ажырата алу үшін жаттап жүріңіз. Ендеше, экранға фото шығады.